Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Гүлзия Есетова. Бүгін осындай қытырлақ дайындаймыз. Рассыпчатый хрустящий. Дайындалуы өте оңай. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге шым-шым тұз керек, жұмыртқа керек, ас содасы аздап, және 1 чайный ложка арақ. Осының барлығын араластырамыз. Содан кейін ұн қосып, қамыр жасаймыз. Осындай қамыр жасаймыз. Содан соң қамырды алып тураймыз. Тураймыз. Содан кейін жұқа етіп орай илейміз. Илеп болған қамырды оқтауға ораймыз. Алдын ала майды қыздырып қоямыз. Май қатты қызығаннан кейін осылай салып пісіреміз. Міне барлығын осылай пісіріп аламыз. Ас болсын.